Assalamualaikum, құрметті бұқаралар. Президентіміздің тапсырмасы бойынша әр бір махаллаға шығып ұшырасу өткеріп, махалла бұқараларымен, яғни жеңілдетілген кредиттерге түсінік беру мақсатында ұшырасу өткеріп жүрміз әр бір махаллада. Біздің Milli банктың уәкілдеріміз осы Ватанпарвар махалласында бекітілген банкир. Сол банкіміз мысалы үшін әр жұмыссыз бұқараларда әр түрлі жеңілдетілген кредитлеріміз бар. Бірінші нәубетте бизнеске бір шығадым деген кредитіміз бар. Ол пластик картаға салып береді, 10 миллионға шекер, 18 айға 23%-тен. Яғни бұнда бұқара өзін-өзі бәндейді, мысалы бір тарауын сайлайды, таксишілік болғаны, печер, соған қарап тұр, пластик картаға 10 миллионға шекер салып береді. Екінші кредит түріміз бар, бұл жастарға деген, яғни жастарға дегенде президентіміздің 61 санлы қарары бойынша. Бұл студент, яғни келуші жастар бар, бүгінгі күнде 4-ші курстар. Соларға 3 түрлі кредит линиясы бар. Біріншісі бұлар жаңағы 10 миллионға шекемді, бұның проценті 21% болады, бірақ бұның пластик картасы тұрды. Екіншісі бар 300 миллионға шекем. Бұл 300 миллионға шекем дегенде яқты фирма ашады атынан, өзінің атынан. Оның да 50 миллионына шекемгісі сухотаменен беріледі, яғни залог десек сұралмайды. 7 жылға 18%-тен беріледі. Іслеп шығару, қызмет көрсету. Бұнда іслеп шығару, қызмет көрсету дегенде, мысалы үшін магазин аша жақ болса, магазин зданиясы бар. Зданиясының ішінде жаңағыдай витишка, холодильник, кондиционер, кассовый аппарат, сол заттарды алса болады. Оларға 7 жылға алады. Аспап түскені сатып алуға. Үшіншісі ол 1 миллиардқа шейін бұған обязательно бірақ залог сұралады. Бұнда 4 жұмыссызды жұмыспен бәнділеу керек 1 миллиардта. Ол қалған жағында 7 жылға 18%-тен беріледі. Үшінші неміз бар, бүгінгі күнде жақында тасдиқланды президентіміздің 60 санлы қарары деген. Бұл да 18 жас, 30 жас аралығындағы жұмыссыз жастарға 100 миллионға шейін залогсыз кредит беру. Бұның талаплары 5 жылға беріледі, 18%-тен. Бұда да жаңағыдай аспап түскені, стол стучи, сондай заттар алса да болады. 5 жылға 18%-тен беріледі, 100 миллионға шекем.